Яха бір деп жазамыз. Қосу бір. Алу бір. Яха 10 деп жазамыз. Қосу 4. Енді яха 14 деп жазамыз. 10-ға 4 қоса 14. Жақсы. Яха 3 болады. 2. Аха. Яха қосамыз 2. Аха, не үшін 2-ні қосып отырсың, Әлихан? 10-ды шығару үшін. 10 болу үшін, я? А ол 2-ні қайдан алдың сен? 6-дан. Жазып қой. Демек, 6-дан, иә, алу 2 деп жазып қоямыз. 10 қосу 4 деп жазамыз. Яха 14 болады. Жақсы. Енді үшіншіне 3 керек болды. 3. Жаза бер. 13. Яха алу 3. Демек, 7-ге 3-ті қоссақ, 10 болады. жаза қой. Қосу 7. 7 болады. Жаза бер. Иә, жаза бер. Дұрыс жазып отырсың. 14 болады. Енді яха 2 керек болып тұр. 2-ні 7-ден аламыз. Аха, жақсы. Енді алу 2. Жақсы. Яха 10 қосу. Яха 2-ні қойғанда 5 болады. Жақсы, өте жақсы. Яха 15 деп жазамыз. 10-ға 5-ті қоссақ, 15. Демек, сандарды 10-ға толтырып алсақ, қосу оңайға түседі екен, ә? Жарайсың, келесің. Енді, яха қосу 2 деп жазамыз. Яха алу 2 деп жазамыз. Яха 10 жазамыз. Надан 2-ні бер қойдық. Надан 6. Жарайсың, өте жақсы, Әлихан, өте жақсы. Қосу. Енді 10-ға 16. Жақсы. Саусағымызбен санаудың қажеті бар ма екен? Жоқ. Жоқ, әрине. Жарайсың. Оның әрі ғой. Жарайсың. Иә? Дайындық тобындағылар саусақпен санайды екен. Қосу 3 деп жазамыз. Яха алу 3 деп жазамыз. Енді 3-ті бер қойып, яха 10 деп жазамыз. Қосу да 3 қалып 3-ті яқа береміз. Жақсы. 13. 13 болды. Міне. 7-ге 6-ны қоссақ, демек, қанша болады екен? 13 болады екен. Жақсы. Қосу 1 деп жазамыз. Яха алу 1 деп жазамыз. Яха енді 10 деп жазамыз. 10. 9-ға 1-ді қоссақ, демек, 10 екен. Қосу. Яха 1-ді бер қой, нады 8 болды. Жарайсың. Демек, 9-дан 1-ді азайтсақ, 8. 18. Жақсы, өте жақсы, Әлихан. Өте жақсы. Енді бар. Яха қосу 2 деп жазамыз. Тағы бір сұрайыншы, Әлихан. Не үшін 2-ні қосып жатырмыз? 10-ды шығару үшін. Ол 2-ні қайдан аламыз? 5-тен. 5-тен аламыз. Яха 10 қосу 3 деп жазамыз. Демек, 5-тен аламыз. жарайсың.
Демек 8-ге 5-ті қоссақ, неше болады екен? 13 13 болады екен. Жаза ғой. Жарайсың. Кәне, басқа балаларда көріп, ондықтан аттап қосуды осындай тәсілменен қосуға болады екен, иә? Иә. Демек, бірінші қосылғышта, екінші қосылғыштан керегімізді алып ондыққа толтырып, одан кейін екінші қосылғышты қоса салады екенбіз. Ондықтан аттап қосудың оңай тәсілін балалар бізге бүгін Әлихан түсіндірді. Өте жақсы, Әлихан, жарайсың. Жарайды.